Әңгіме басында біз бір пойыздың қаңыраған шөл дала арқылы қозғалып бара жатқанын көреміз. Сол пойызда Вирджил атты бір бала келе жатыр еді. Оның дәл алдында бір әйел отыр. Қолында кішкентай сәбие бар. Әйел мен баланың аш екені байқалды. Біршама уақыттан кейін пойыз тоқтағанда, Вирджил өзі жеп отырған нанын әйелге беріп, пойыздан түсіп қалады. Вирджил түскен жер мүлде бос, қаңырап қалған мекен болатын. Шын мәнінде Вирджил Кампауна деп аталатын жерге баруы керек еді. Сол үшін алдын ала көлікке тапсырыс берген болатын. Бірақ көлік әлі келмепті. Вирджил сондағы бір кісіден көлік жайлы сұрайды. Бірақ әлгі адам жауап бермейді. Тек теледидарға қадалып, ештеңеге мән берместен қарап отырады. Сосын Вирджил одан дәретхана қайда екенін сұрайды. Бұл жолы әлгі кісі ишара жасап көрсетеді. Вирджил дәретханаға барады. Іші өте лас еді. Бірақ басқа амал болмағандықтан пайдаланады. Көп ұзамай оны алып кетуі тиіс болған жүргізуші Кейт келіп, Вирджилді шақырады. Осыдан кейін біз Кейт пен Вирджилдің Кампаунға қарай жолға шыққанын көреміз. Бірақ көп өтпей екеуінің арасында келіспеушілік туындайды. Себебі Кейт бастапқы келісімнен артық ақша сұрайды. Кейт, бағасы қымбат көрінсе, мен сені осы жерге тастап кетемін дейді. Амалы қалмаған Вирджил Кейт сұраған ақшаны төлеуге келіседі. Біршама уақыттан кейін қатты ыстықтан Вирджил көліктің кондиционерін қосады. Бірақ Кейт тоқтатады. Кондиционерді қатты қоссаң, моторға күш түседі, тіпті өшіп қалуы мүмкін дейді. Ұзақ жолдан кейін көліктің дөңгелегі жарылып қалады. Вирджил Кейтке дөңгелекті ауыстыруға көмектеседі. Сол сәтте екеуі екі жабайы иттің бір-бірімен арпалысып жатқанын көреді. Бір ит жараланған, ал екіншісі оның етін жеп қоймақшы болады. Мұны көрген Кейт иттердің бірін қуып жіберіп, жаралысын таспен өлтіреді. Азаптан құтқару үшін дөңгелекті ауыстырып болған соң, екеуі жолдарын жалғастырады. Күн батып, түн болған кезде бір жерде тоқтап демалады. Сол жерде әңгімелесе бастайды. Кейт Вирджилден не үшін Кампаунға бара жатқанын сұрайды. Вирджил оған бір парақшаны көрсетеді. Онда Кампаунда небәрі 4 ай жұмыс істесең, өмірің түбегейлі өзгереді деп жазылған еді. Вирджил көп ақша тауып, жаңа өмір бастау үшін бара жатқанын айтады. Мұны естіген Кейт оған: шын мәнінде ол жаққа көп адам бара бермейді. Компаниялар арзан жұмыс күшін тарту үшін жалған жарнама жасайды. Абай бол, деп ескертеді. Келесі күні жолды жалғастырады. Бұл жолы көлікті Вирджил айдап келеді. Ал Кейт тыныш ұйықтап отыр. Кейт ұйықтап жатқанын көрген Вирджил кондиционерді қосып жібереді. Кенеттен көлік бұзылып қалады. Кейт ашуланып, Вирджил кешірім сұрайды. Кейт көлікті жөндеуге кіріседі. Ал Вирджил сәл әрге кетіп дәретханаға бармақ болады. Сол кезде ол жақын маңдағы тастардың арасынан жылтырап тұрған бір нәрсені байқайды. Жақындай бергенде әлгі зат алтынға ұқсайды. Бұған ол қатты таңғалады. Вирджил Кейтті шақырады, ол да келіп затты көріп таң қалады. Кейт қалтасынан шақпақ алып шығып, егер отқа күйдірсек қараяды. Қарайамаса бұл алтын дейді. Олар өртеп көреді. Бірақ тісі өзгермейді. Осылайша екеуі оның расымен алтын екеніне сенеді. Екеуі алтынды қазып алмақшы болады. Бірақ ол тым үлкен әрі тереңге көмілген болып шығады. Оның ауырлығынан қозғаудың өзі мүмкін емес еді. Сосын арқанмен байлап, көлікпен сүйреп алмақшы болады. Бірақ бұл амал да іске аспайды. Күн батқан соң, олар алтынды ертең қазып алуды ұйғарады. Жабайы иттерден сақтану үшін от жағуға отын жинайды. Сол түні екеуі от басында отырып, өз өмірлерінің қалай өзгеретіні жайлы қиялдайды. Біраздан кейін Вирджил: бұл алтынды екеуміз өзіміз шығара алмаймыз. Біреуіміз қалаға барып, экскаватор әкелуіміз керек дейді. Кейт: қалаға барып келу 3-4 күнге созылады. Мұндағы қиындықты сен білмейсің. Сондықтан қалаға мен бармаймын, Хьюгода қаламын дейді. Бірақ Вирджил: мен мұнда қалып қоямын. Экскаватор қайда екенін сен білесің, қалаға сен бар, деп табанды болады. Кейт оған тағы ойлануды ұсынады. Бірақ Вирджил алтынның жанында қалғысы келеді. Ертесі күні Кейт оған біраз су, спутниктік телефон және керек жарақтарды береді. Кетіп бара жатып, мен қайтып келгенде біз байып кетеміз дейді. Кейт кеткен соң, Вирджил алтынды қайтадан көміп қояды. Басқа біреу тауып қоймасын деп. Сосын ол ағаштың қасына шатыр құрып, түнге отын жинайды. Кешкі асын ішіп отырған сәтте жабайы иттердің ұлығанын естіп, сақтық үшін пышағын қолына алады. Әйтеуір, түн аман есен өтеді. Таңертең Вирджил шаршап, қалжыраған күйде оянады. Оның істейтін ештеңесі болмай, тек алтынға қарап отырады. Кейін тағы да отын жинауға шығады. Сол кезде алыстан жылтыраған бірдеңені байқайды. Жақындап барғанында ұшақ апатының қалдықтарын табады. Вирджил бір сәт ұшақ ішінде қалуды ойлайды. Бірақ ол алтыннан алшақ болғандықтан ұшақтың бөлшектерін алып келіп, алтынның жанында берік баспана тұрғызады. Кейін алтынның қасында отырғанда, үстінен жылан құрт, шаян,
жорғалап бара жатқанын көреді. Ол күліп, сен мына алып алтын үстінде отырғаныңды да білмейсің ғой, дейді. Сосын Вирджил тасты пайдаланып, алтыннан кішкентай бір бөлікті сындырып алады. Дәл сол кезде оған Кейт қоңырау шалады. Кейт, көлік қатты қызып, мотор істен шықты. Сондықтан оралуға уақыт керек, дейді. Мұны естіген Вирджил ренжіп қалады. Ол, мен алтыннан бір бөлшек үзіп алдым, дейді. Кейт болса, ондайды жасама. Біз бүтінін алып шығамыз. Сен тек алтынды күзетіп, басқа ешкім көрмесін, деп ескертеді. Түнде Вирджил алтынның жанында от жағып отырады. Жабайы иттер жақындап қалады. Бірақ ол алау жағып, оларды қорқытып жібереді. Таңертең Вирджил су ішпек болып ыдысын аша бергенде, кенеттен жылан сырғып келе жатқанын көреді. Жыланды өлтірмекші болады, бірақ ол қашып кетеді. Сол арпалыстың үстінде суы төгіліп кетеді. Бұл жағдай Вирджилді одан әрі ашуландырады. Кейін ол қайтадан ұшақтың қасына барып бөлшектерін алмақшы болады. Сол сәтте алыстан бір адамның келе жатқанын көреді. Қорқып, ұшаққа тығылып қалады. Бірақ әлгі адам оны байқап қояды. Ол жақындаса, бір әйел болып шығады. Әйел келіп, мұнда не істеп жүрсің? Деп сұрайды. Вирджил жауап бермейді. Әйел оған ас су ұсынады, бірақ ол алудан бас тартады. Оның оғаш қылығы әйелге күдік тудырады. Әйел, егер жай ғана паналап жүрсең, 5 шақырым жерде су көзі бар. Соған барғаның дұрыс, дейді. Вирджил әйелді елеместен алтынды байқап қояды деп қорқып жүріп кетеді. Әйел оның баспанасын көріп, сен бірдеңе жасырып жүрсің. Біреуіңмен келдің, бірдеңе таптың, солай ма? Саған алтын ашкөздігі жұққан екен, дейді. Мұны естіген Вирджил ашуланып, күректі алып әйелді ұрып өлтіреді. Не істегенін түсінген сәтте ол қатты сасып қалады. Әйелдің заттарын алып, денесін көміп тастайды. Бірақ кейін жабайы иттер келіп, денесін қазып алып, жей бастайды. Қорқып кеткен Вирджил итті қуады. Әйелдің денесін алысқа апарып өртейді. Бұл оқиға оны қатты күйзелтеді. Ол ешкімді өлтіргісі келмеген еді. Көзінен жас ағады. Таңертең Кейт қайта хабарласады. Вирджил одан, қайдасың? Деп сұрайды. Кейт, экскаваторды таптым, бірақ жету ойлағаннан да көп уақыт алады. Сен алтынға қарауыл бола бер, дейді. Мұны естіген Вирджил жылай бастайды. Өйткені оның ашкөздігі бір бейкүнә жанның өліміне себеп болды. Кенет ол жақыннан өтіп бара жатқан жүк көлігін көреді. Әуелде кетіп қалуды ойлайды. Бірақ артқа алтынға қарағанда ашкөздігі оны тоқтатады. Сөйтіп ол қалады. Осы кезде Вирджилдің жағдайы тым нашарлап кеткен еді. Бетінің бәрін күн күйдіріп, жара басып қалған. Кейін ол кешке отын жинап жүргенде, алыстан алып құмды боранның келе жатқанын көреді. Жүгіріп баспанасына кіріп үлгергенімен, дауыл оның барлығын қиратып кетеді. Боран оның баспанасында барлық керек жарағын да ұшырып әкетеді. Вирджил қашпақ болады, бірақ бір ағаштың бұтағы ұшып келіп, оның денесіне қадалады. Боран басылғанда ол есін жиып қараса, үстін құм басып қалыпты. Ал бұтақтың бір бөлігі ішіне қадалып қалған. Қатты ауырса да, алтынға деген ашкөздігі оны алға жетелейді. Ол құмды аршып жүріп алтынды тауып алады. Содан соң ол денесінен бұтақты жұлып алады, қатты қансырап кетеді. Қан тоқтату үшін беліне мата байлап, консерві қақпағын қыздырып жарасын күйдіреді. Қайғы қасіреттен айғайлап жібереді. Бетін күлмен жауып, есінен танып құлап қалады. Есін жиғанда, алдында садағын кезенген бір әйелді көреді. Бұл бұрын өзі өлтірген әйел. Ол оған су беріп кетіп қалады. Кейін Вирджил оны іздеп шығады, бірақ ешқандай белгі таппайды. Ол бәрі елес болған шығар деп ойлайды. Сосын қайтадан алтынның қасына еңбектеп келеді. Дәл сол сәтте Кейт хабарласып, мен жақындап қалдым. Тағы біраз шыда, дейді. Әйел қайта пайда болып, оған ас су ұсынып, көмек көрсеткісі келеді. Бірақ ашкөздігіне батқан Вирджил өз өмірінде елемей, маған көмек керек емес, жай ғана кет, дейді. Әйел кетер алдында, сен менің жоғалған әпкемді көрген жоқсың ба? Деп сұрайды. Бұл Вирджил өлтірген әйел еді. Бірақ ол ештеңе айтпайды, тек кет деп жауап береді. Әйел кетіп қалады. Вирджил Кейтке хабарласып, қайдасың? Дейді. Кейт, мен жақындап қалдым. Түтінді көріп тұрмын, деп жауап береді. Мұны естігенде Вирджил сәл тынышталады. Бірақ кенет жабайы иттер оны қоршап алады. Вирджил абыржып, тез кел, мен өз жұмысымды істедім. Алтынды қорғап қалдым. Жылдам жет, деп айқайлайды. Осы сәтте шындық ашылады. Кейт бірнеше күн бұрын ақ экскаватормен жеткен екен. Бірақ ол жасырын қалып, Вирджилді сырттай бақылап жүрген. Оның ойы алтынды жалғыз иемдену. Жабайы иттер Вирджилге тап береді. Ол айқайлап Кейтке жалбарынғанымен. Кейт үнсіз бақылап тұрады. Иттер оның етін жұмаласа да, Вирджил көзі алтыннан айырылмайды. Көп ұзамай ол көз жұмады. Содан соң Кейт экскаватормен келіп, Вирджилдің мәйітін қарайды. Бірақ дәл сол сәтте садақ оғы ұшып келіп, оның кеудесіне қадалады. Кейт сол жерде жан тапсырады. Кім атқаны көрсетілмейді.
бірақ оқиғаның барысына қарап болжауға болады. Бұл әпкесін іздеп келген әйел болуы мүмкін. Өйткені садақ оның қолында болған еді. Мүмкін ол Вирджилдің қылығынан күдіктеніп, оны аңдыған. Осылайша, алтынның бар екенін біліп, Кейтті де өлтіреді. Сонымен, бүкіл алтын енді әйелдің қолына өтеді. Фильм осы жерде аяқталады. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің жағымды пікірлеріңіз мен үшін үлкен қолдау. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.